Түс мезгілі. Жаздың ең соңғы айы аяқталып қалған. Тас төбеден қақшиған күннің көзі адамдарды қыспақтап көлеңкелі жерге жіпсіз байлаған. Көшеде тірі жан жоқ. Ауылда бейне бір тіршілік тоқтап қалғандай. Мұрат бөлмеде дөңбекшіп ұзақ жатты. Басқалары тым-тырыс. Бәрі де ұйқыға бас қойған болуы керек. Ол уақыт өткізу үшін кітап оқымақшы болып, сөреге жақындай бергенде есігі ашық тұрған көрші бөлмеден көкесі мен апасының өздері әңгімесін құлағы шалды. Шешесінің даусы жалынышты шығып жатқан секілді. Ақша жоқ емес қой, ең болмаса әкесінің бір айлық жәрдемақысын қисаңшы. Мектепке киіп жүрген киімі алқам-салқам. Бір сыпыра киімін бүтіндеп берейік. Сен не, мен оның киімі бүтін жүргенін қаламайды дейсің бе? Алым-жұлым болып жүрген жоқ қой. Былтырғы киімдерін киіп бара берсін. Киімдері тым жарамай бара жатса көрерміз. Қалтаңа 5-10 тиын түссе, дереу балаңның үстіне жабыстырғың келеді. Ана екеуі саған бала емес пе? Мен оларды бала емес деп тұрғаным жоқ. Сен өйтіп бұра тартпа. Бұрыс сөйлеп тұрған мен бе, сен бе? Әкеңнің аузы, сенің көзіңнің еті өсейін деген екен. Мұрат, қабырғаның арғы жағында болып жатқан дау-дамайды естігісі келмей, құлағын екі қолымен басты да аяғының дыбысын сездірер-сездірмес сыртқа зыта жөнелді. Шырылдаған шешесін іштей аяп барады. Ол сыртқа шыққан бетте көшені өрлей жүгіре жөнелді. Өкпесі өшіп, ентіккен күйде қатар тігілген қара талдардың көлеңкесіне жете бірақ тоқтады. Басы айналып барады. Үй ішіндегі жанжалды дауыс құлағында жаңғырып тұрып алды. Сәл ентігін басқан соң есін жиып, өзі жиі ойлайтын, жиі төңіректейтін әлгі жайдақ тамға қарай жүрді. Үйді бір айналып өтті де, оның тау жағындағы терезесінен ішіне үңілді. Іштегі қара көлеңкеден ештеңе көрінер емес. Там ішіне кірмекші болып есікті сәл сығырайта ашты. Ары қарай батылы жетпей тұрып қалды. Әлде бір үн құлағына кіре бер өзіңнің үйің ғой деп сыбырлағандай. Міне, ол табалдырықтан аттады. Бір адым, екінші адым. Жарықтан бірден қараңғы жерге кіргендіктен алғашқыда көзі үйрене қоймады. Қырсыққанда есікте қайта жабылып қалғаны. Іле сәл-пәл көзі үйренейін деді. Іште біреу бар секілді. Өйткені пысылдай тыныс алуы естіліп тұр. Тұла бойын қорқыныш биледі. Әне, біреу бар. Бәсе, пысылдап демалысы анық естіліп тұр. Ол өзі тұрған дәліздің төрт қабырғасын анық көрді де, кейін 2 адым қайта шегініп, есікті айқара ашты. Үй іші жап-жарық болып кетті. Төргі бөлмеде жатқан жынды шал біреудің келгенін біліп, орнынан көтерілді де дәлізге шықты. Олар бір-бірімен бетпе-бет келіп қалды. Өздерінің әкелі балалы жандар екенін білетін бұлар бір-бірімен іштей ұғысқандай болды. Жынды шал Қаражан өз перзентіне мейірлене қарап қалған. Алғашқыда бойында пайда болған сескену сезімінен айырылған Мұрат қимылсыз тұр. Жан дүниесі аласапыран. Әкесі екеуінің өмірін бір арнада тоғыстырмай 2 жағалауға лақтырып тастаған. Бірақ өздерін жиі жолықтырып жанды қинаған тағдырына Мұрат лағынет қарғыс айта қоймады. Бала әкесіне қолын созып амандасты. Әкесі ұлының қолын жіберместен өзіне тартты. Мұрат әкесінің көзінде өзін әлдилеген алақанының жылуын сезініп, денесі тоқ жүргендей дірілдеп барып, іле рахат бір ләззатқа бөленгендей болды.
Кенет Мұрат әкесінің белінен құшақтай алды. Көзден аққан кермек жас ерніне құйылып жұтына берді. Олар құшақтасқан күйі ұзақ тұрды. Осы уақытта бала бұл кездесуден кейін әкемнің ақыл есі өз қалпына келер деп үміттенді де екеуінің құшағы ажырады. Жынды шал қайтадан ішкі бөлмеге кіріп кетті. Бала тұрған жерінде қаққан қазықтай қалшиды да қалды. Оқушылардың сабағы басталғанына бір айдай уақыт болып қалған. Бүгін 7-ші сыныпқа ең соңғы сабақ дене шынықтыру. Мұғалім топтанып тұрған оқушыларға қарай қолындағы допты лақтырып жіберді де, сабақ аяқталған соң үйлеріңе тараңдар деп кетті де қалды. Мұғалімнен құтылып, өз еріктері өздеріне тиген балалар алаңның шаңын төбеге көтеріп доп қуды да кетті. Ол балалардың екпініне ілесе алмаған қыздар топ-топқа бөлініп, өздерімен өздері қалды. Мұрат ыстық күнде ала өкпе болып жүгіргенді дұрыс көрмей қақпаға тұрған. Әзірге қарсыластар жағы осалдау шығып, доп қарсы беттегі қақпаның алдынан кетер емес. Сол кезде ер балалардың ойынын қызықтап, алаңсыз тұрған қыздар иірілді де қалды. Бәрі де шошынған түрде мектепке қарай жылыстай бастады. Мұрат әлденеден қысылғандай қолымен жер шұқылап, жүзін төмен салды. Қыздардың үрейленуі жынды шалдың келіп қалғанынан тын. Ұлдар жағы жынды шалды илер емес. Мұраттың еңсесі түсті де кетті. Осы кезде қарсылас жақтың тепкен добы қақпаға сүңгіп, Мұрат қапы қалды. Сыныптағы батылдау сөйлейтін Қабыл: «Ей, әкеңнің аны жынды екеңді көріп есіңнен айырылдың ба? Көзіңе қарамайсың ба? Бар, соңынан еріп кет», деп жеке сөйледі. Бұрын ешкімнен мұндай сөзді естіп көрмеген Мұрат шыдай алмай Қабылға тұра ұмтылды. Бірақ екеуінің жаға ұстасуына өзгелер жібермей қалды. Қабылдың ойда жоқта айтқан сөзі Мұратты есеңгіретіп жібергендей. Ол мектеп ауласын тастап шығып кетті. Жынды шал Қаражанның дәл сол күні мына жарық дүниедегі жалғыз жақыны баласын соңғы рет көріп, онымен сырттай болса да қоштасу үшін ішкі әлсіз түйсігінің итермелеуімен мектепке барғанын ешкім білген жоқ. Осы күні кешкісін жынды шал дүниеден қайтты. Ол өз үйінің көшеге қараған қабырғасына сүйеніп отырған күйі қимылсыз қалыпты. Мәңгілікке. Көргендердің айтуынша, жынды шал сол сәттерде анадай жерде өтіп бара жатқан адамдарда қол бұлғап өзіне шақырумен болыпты. Ешкім бара қоймаған. Ол не айтқысы келді екен? Ертесіне Мұрат сабақ үстінде көңілсіз отырды. Дәріске еш зейін қойған жоқ. Тек терезеден көшеге қарайлаумен болды. Неге екені белгісіз, әйтеуір жүрегі қобалжып, әлденеге алаңдап мазасы қашты. Көшеде ГАЗ-53 жүк машинасы баяу өрлеп кетіп барады. Үсті толы ер адамдар. Ол әлгі машинаға көзден таса болғанша қарады да отырды. Бірақ Мұрат сол машинаның үстіндегі адамдар жынды шал Қаражанның сүйегін жерлеуге кетіп бара жатқанын білген жоқ еді. Егер Әжібай атасы сол түсті әлде бір жаққа сапарлап кетпей ауылда болғанда, мұны әкесімен қоштасып қалсын, қабірге бір уыс топырақ салсын деп алдырар ма еді, кім білсін. Мұрат бұл дүниеден әкесінің қайтқанын кешке жақын әлдекімдердің өзара әңгімесінен кездейсоқ естіп қалды. Сол заматта оның жан әлемін қара түнек басып, өзегін өкініш өксік кернеді. Көзінен жас ыршып кетті. Осылайша бала қазаның қайғысын жалғыз өзі қарсы алды. Оның көңілін аулап, қайғысын ешкім бөліскен жоқ.